1993 жылы Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылған кезде Атырау облысының маңызды әлеуметтік мәселелерін шешу үшін бюджеті 50 миллион ақш долларын құрайтын 5 жылдық бағдарлама іске қосылды. Бұл қаражат туберкулездің алдын алу мен емдеуге, облыстық перзентхананы аса қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етуге, Атырауда диагностикалық орталық пен Жылыой ауданы Құлсары қаласындағы аудандық аурухананың құрылысына және осы мекемелерге құралдар сатып алуға жұмсалды. ТШО Редут компрессорлық станциясынан Атырау қаласына дейін газ құбырының құрылысын қаржыландырды. 1990 жылдары салынған газ құбырының қуаты бүгінде қала мен жақын маңдағы ауылдарды көгілдір отынмен қамтамасыз етуге жеткілікті болатын. Қалада жаңа қазандық пайда болды. Мыңдаған қала тұрғындарының үйлеріне жылу берілді. 5 жылдан кейінде ТШО Атырау облысының әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға инвестиция салуды жалғастырды және 1999 жылы игілік ерікті бағдарламасын іске қосты. Бірінші жылы бағдарламаның бюджеті 4 миллион ақш долларын құрады. Соңғы 2-10 жылдықта бұл қаражат 6 есеге өсіп, әлеуметтік салаға қосқан үлес 310 миллион ақш долларынан асты. Бұл қаражат Атырау облысында 100-ден астам инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Игілік бағдарламасы бойынша барлық шығындардың жартысына жуығы инженерлік желілерді жаңғырту жобаларына бағытталды. Игілік бағдарламасының аясында қаржының 40%-дан астамы Атырау облысындағы денсаулық сақтау және білім беру нысандарының құрылысына жұмсалды. Соның ішінде 21 білім беру мекемесі салынды. Атырау облысының қалалары мен аудандарында халықтың демалыс орындарын абаттандыру бойынша ірі жобалары жүзеге асырылып, мәдениет және спорт нысандары салынды. Атырау облысында жүзеге асырылып жатқан барлық инфрақұрылымдық жобалардың жартысынан астамы теңіз кенішіндегі жұмысшылардың басым бөлігі тұратын Жылыой ауданында. 2009-2012 жылдары ТШО игілік бағдарламасы аясында 60 миллион ақш долларынан астам қаржыға Құлсары қаласының сумен жабдықтау жүйелерін жаңартты. ТШО Құлсары қаласы мен Жылыой ауданына қарасты ауылдарда 8 балабақша мен 4 дене шынықтыру және сауықтыру кешенін салып, мемлекет балансына берді. 2021 жылы Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен мердігер ұйымдардың қаражатына 200 орындық көп салалы аурухананың құрылысы аяқталды. Бұл жылы 580 орындық орта мектеп салынып пайдалануға берілсе, 2022 жылы 3000 көрерменге арналған орталық стадион қайта жаңғыртылды. Бүгінгі таңда 75 орындық аудандық аурухананың жаңа ғимаратының құрылысы жүргізілуде. Оны жабдықтауда игілік бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Игілік бағдарламасы аясында Құлсары қаласының Береке ықшам ауданында орта мектеп салу жоспарлануда. ТШО алдағы уақытта да Атырау облысы тұрғындарының игілігі үшін өз үлесін қосуды жалғастыра бермек.